Екінші дүниежүзілік соғыста адамдар мына жерге тығылған екен, мына шіркеуге. Сосын соның астында бір тығылатын жер бар екен, сол жерге тіркелген. Соған кіріп көрейік деп жатырмыз. О, отварто. Вот же. О, тут мокро, уважай. Екінші дүниежүзілік соғыста тығылған жерлер. Жақта киттердің суреттері тұр. А, споко, задарма. Тебе в Польsce takim czymś ani będą poświęcił? А? W Polsce byłem takim czymś, А то где было? ale właśnie nie wiem, czy poświęcili. Wyjdziemy. Осындай қысқа екен. Негізі үлкен да, бірақ көп жерлерін жауып тастапты міне. Шіркеуге кірмедім. Өткен 5 евро өткен кіруші. Рахмет. Уже бір шіркеуге кірдім, 15 евро төлеп. Соны өзі жетіп жатыр. Арабтардың қаласына келдім, мына жақ Рабат, а былай қарай Мадина. Енді бұл мемлекетте арабтар мен еуропалықтар аралас тұрады ғой. Мәдениетте араласқан. Мына жақтағылардың көбісі Африкадағы арабтардың үйлеріне ұқсайды көбісі. Еуропаға да ұқсайтын үйлер бар жалпы. О, жылқылар тұр. То есть Мадина, так? Ага. О, файно. I zrobimy takie koło i koniec, tak to jest? Aha. Tutaj jest kościół? Tak, ale też się płaciło 15 euro. 15 euro. Katedra maltańska. Қала арабтардың қаласы, бірақ мына жерде шіркеу бар. Кірі 15 евро дейді, мына жігіт айтады. Рахмет. Добро, idzie zobaczę, ile kosztuje, zapytam. Dobra. Mogę, udajesz, tylko zrobisz zdjęcia i filmiki, ale nie zapłacę. Ой, кірмеуші не. Просто бер жағынан түсіремін де қайтып кетемін. А не, пенезы. Если студент 1000 евро. А и так тут старше. Студент болсаң 10 евро екен. Рахмет. To muzeum też jest za pieniądze? No. Dobra, też zrobię zdjęcia i filmiki i praca. Ай. Мына жақта музей дейді. Тоже кіру ақша дейді бәріне. 15 евро, студенттерге 10 евро. Окей. No, thank you. No, wszystko kosztuje pieniądze. No. No, żyjemy takiego czasu. W tym niedzielę możesz sobie przyjść na dalej. A, nie ma czasu. Я жексенбі келсең болады дейді, өйткені жексенбі күні жоқ ұнайтын күні андай шіркеуге адамдар келеді деген сияқты шығар, өздерінің біздегі жұма деген сияқты. Бірақ бізде мешіттердің бәрі тегін ғой, кез келген уақытта келіп кіріп тегін кіріп көре бересіз. Ile to kosztuje? No chyba 20 euro czy 15. А, 15-20 euro дейді, 60 euro.
€15, то мышлар то было бы сколько? Мына жақтан жалпы көрініс әдемі сияқты. Адамдардың бәрі осында жүр. Тут нема меші. Иә, спасибо. Move only your eyes, left to right. Бүкіл Мальта көрініп тұр ғой, бір сөз айтқанда. А где Валета? Валета там? А, ана жақта екен. Күшті, күшті. Туристер өте көп. Мынандай әдемі жерде биыл тұрған не ғой. Жаңа қазақтарды да көрдім. Отбасымен жүрген кісілер. Астанадан келіпті. Қыдырып жүр екен. Төрт адам көруіне болады. Төрт адам жүруіне болады, аттармен. Мына жақтан кетіп бара жатырмын. Жаңа стенадан суретке қалдым, типа ақырын сөйлеңдер дегенше. Мына жерде адамдар тұрады ғой. Үйдегілерден сол үшін ақырын сөйлеңдер деп айғайлауға болмайды деп. Мына поляк дос болғанның айтуы бойынша мына жерде тек қана осы қалада тұратындар кіре алады дейді. Бірақ оны қалай тексереді екен, ол жігіт білмейді екен да. Тексеру керек негіз дейді. Басқа адамдарды кіргізбейді деп. Жаңа кірген шағымызға келдік. Оны атты. Өзін еркін сезініп тұр десең. Ана жерде адамдар бастарын қойып тексеріп жатыр. Мына аттарда жүретін бағасы ана жерде жазылып тұр. 35 евро екен. 30 минут. Сосын ары қарай тағы 15 минут қоссам десең 45 минут қылып тағы 15 евро төлеуің керек екен. Қой, рахмет. Сатужы 45 евро, так? Сағат 12-ден кетті. Енді жаңбыр жауа бастады кішкене. Мальтада өзі мысалы қаншама көп арабтар тұрса да бір ғана мешіт бар екен, сол официальный, қалғандары может не официальный шығар. Өздерінің үйлерінде жасағанша сол бағана көрсетіп өткен сол маркада салған мешіт, сол официальный мешіт екен болды. Одан басқа официальный мешіт жоқ Мальта елінде. Бірақ арабтар және мұсылман халық бұл мемлекетте көп тұрады. Рабат деген қаланы аралап жүрміз қазір. Туристер бұл қалада да жүреді. Жаңағы сол Мадина қаласын көреді да. Осылай қарай шығады. Еуропа мен араб стилі қосылған ғой. Бұл жақташы. Мына жерден тамақ алдым. Мыналар 1 евродан тұрады екен. 1 евро, мыналар 4 евро. 4 евро, 4 евро. Мен адам біреу алды. Адам біреу алды. Қарын машинасында дәмін тартып жеп көрейін деп 2 евроға. Жеп көрдім, мынандай ішінде мынандай екен. Не екенін білмедім бе жоқ. Бірақ тәтті. Күшті. Manda. A? 3 euro. A palety za duże, 2,80. Aha. No ale to turystyczne. Po drugie ona twierdziła sama to robi ręcznie. Жаумай тұрып құя салғандар қалай кетті жаңбырдың. Астылып келе тұрмын. Сұмдық. Қатты жауып отыр.
көшелерде мынандай мысықтарға жататын жер жасалған екен. ыңғайлы жалпы. Әне тағы осындай. Тағы да бір қаласына келдік. Осындай соборлары тастан салынған. Мына собор десеңші. Секіріп өткетуге болады. Кактус. Заборлары базар жоқ, мықты екен енді. Оп-оңай секіріп өткеден деп тұрсың, оны өрмелі салсын. Ұстайсың да, бір басасын, ой, қолымда ұртылдым. Басасын да аяғымен, ар жағын секіріп өткедесің болды. Мұн жақтан келдік. Мына жерде ресторан бар екен. Қазір адам аз. Өйткені жаңбыр жауды. Осы көріністі көру үшін келдік осы жаққа. А тут эти вещи едем ходят вообще. Может быть, бусом что ли? Автобус келеді екен жерге 201. Тастарын айтсаңшы. Мына жерде тағы бір үйлер бар екен. Шіркеулер, иә. Ақ жабық екен. Бар көрейік, не болса да. Астаналық мына жерде. Қазір 9 минуттан кейін автобус келеді. Оған дейін осы жақын жердегілерді көріп алайық. Орындықтар бар екен. Шын көріп шығайық. Хорватияда да осындай үйлер болған. Секілді таудың басында. Видеоға түсірген болатын, егер көрсеңіздер болса. Көрінді ма? А, не видно вообще. Көрінбейді екен. Ой, sorry. Адам деген көп суретке түсіп жатқан. Суретке түсіп алайын. Ана жерде туалет тұр. Туалет, бірақ кіру оған ақылы 2 евро тұрады. Оғандайға туалеттерге ақшаларыңызды құртпаңыздар. Өйткені бір рет кіресіздер, 2 рет кіресіздер, солай кете береді. Айналып келген кезде мысалы күн 3-4 күн жүрсеңіздер, соның ішінде 10 рет кірген болсаңыздар, онда 2 евродан болса 20 евро кетіп қалатын болады. Ал туалетке Мактағы, немесе KFC-дағы, немесе сондай тамақ жіберетін жердегі туалеттерге барсаңыздар болады. Тегін да. Бірақ ол жерде де есік кодпен ашылады. Бірінші тамақ алуыңыз керек, сосын ашылады. Бірақ егер тамақ алмайтын болсаңыз, есіктің қасына барып тұра тұрыңыз. Қаланың ішінде көп адам жүреді ғой. Біреулер кіріп шығады деген сияқты. Соның ішіне кіріп кетесіз тегін. Ол немесе ресторандағы туалеттерге кірсеңіздер болады. Жалпы ақша алмайды көбісінде. Просто жай туалетке кіріп шығасыз үндемей. Өйткені қанша дегенмен 20 евроңыз болсын қалтаңызда қалады деген сияқты ғой. Мысалы 2-3 күнде ол туалеттерге кіре беретін болсаңыз 2 евродан 20 неше евроңыз кетіп қалады. Мына жерде автобус күтіп тұр. Жаңбыр жауып тұр да. Остановкаларын дұрыстап жасап қоймай, мына жерге қаншама туристер келеді. Туристер ше. Жаңбыр жауған кезде су болмайтындай. Остановка жасап қою керек. Туристерге жағдай жасалмаған. Терминалдары. Туалеттері жалпы ремонт жүріп жатқан сияқты. Осы терминал Мальта қаласындағы терминал, осыдан Гоцаға барады, сосын Коммуна деген қалаға барады. Жалпы туалеттері бар, тегін, жақсы орналасқан. Адам күтетін жүрген, мына жерде полиция тұр. Баратын жағы досы екен. Осы келгендер осы жағына түседі да, алға ішіп кетеді. Ал баратын болсаңда да осы жақпен шығуға болады екенсің. Көрейін. Көрдіңіздер ма? Грецияның туы ғой, жаңағы көргендеріңізші. Грецияға кетіп қалып жүрмейін. Қайда барады мұны паром болсын? Sorry,
this is sorry, this going Gozo? Gozo, yes, thank you. Жұмысшыл екен, рахат. Магазин var. Ақшасын қайтып келгенде төлейміз ба, сондай? Міне мына арал Комбина деген арал. Иә, кішкентай арал. Ал ар жағындағы арал Гоцо деген арал. Паромға отырып алып қайтадан шығып кеттім, өйткені егер ана Гоцо деген аралға баратын болсам, мен аралдан 1-2 сағаттан кейін ғана 1,5-2 сағатқа жоқ уақыттан кейін ғана жүре алады екенмін де Валетте деген жаққа қарай. Ал маған өте тиімсіз, өйткені менің аэропортым сағат 3 сағаттан кейін да ұшағымның уақыты. Сол үшін мен қазір мына жерден автобусқа отырып аэропорт жаққа қарай бірінші отельге барам, қонақ үйге. Өзім сумкамды қалдырып кеткен болатын. Сол жерден сумкамды аламын, сосын ары қарай аэропортқа барам. Мен жолымның өзі жоқ дегенде 1,5 сағат кетеді. Аэропортқа жоқ дегенде 2 сағатта уақыттың алдын ала бару керек та. Сол үшін қазір мына жерден автобусқа отырамын да қайтамын. Жарайды енді, болып тұрады ондай кішкене біраз бір жағынан көңіл күйде жоқ. Өйткені аралды барып көре алмай қалдым. Бірақ ауа райда қазір андай жаңбыр болып тұр да. Сондықтан ол аралда да сұрап едім, маған қаланы көрсеткен, осы аралап көрсеткен айтқан поляк жігіт айтады. Ондай қатты не жоқ дейді. Көретін дүниелер жоқ дейді. Сол негізінен суға түсетін пляж, сондай дейді. Ол жерге негізінен жазда келу керек дейді да, бұл жаққа суға түсуге ше. Сол қайтып бара жатырмын. Автобусқа жаңа ғана отырдым. Мен тұратын қонақ үйге барады екен. Без пересадка. Үй жақта болғаны 3 минут жүреді екен. Жаңғырабыз жерден отырып тұр. Автобусты күтіп біраз тоңып қалған соң күн суыт кетті, иә. Жаңғырабыз жер соққаннан кейін. Кеше ғана жып-жылы еді, футболкамен жүрген. Бүгін куртка киетін ауа райы болып тұр. Қонақ үйге қарай бара жатырмын. Мен қонақ үйде Сан-Жульенс деген қаладан аламын. Бұл Валетта деген астанасынан автобуспен 30 минут жерде, ал машинамен 20 минут. Енді мен қонақ үйде арзан болғаннан кейін осы жақтан аламын. Бұл жақ негізінен андай қонақ үйлер көп екен, сосын жастар келіп демалады ғой көбінесе. Клуб, анау деген жетеді, шулап түнде ұйықтатпайды. Сағат 12-1-ге таман бір аяқтайсың ғой, бір сөзбен айтқанда. Современный типа жаңа районда, мына жақ қонақ үйлер, магазиндер, мына магазиндер бар дейді, экспресс 24-те 7 ашық. Жабылмайды ғой, бір сөзбен айтқанда ше. Жел деген соғып тұр. Не то көшеге өтіп кеттім, мен ана жақтан бұрыламын.